Ассалаумағалейкум достар. Спорт мастері арнасына қош келдің. Менің есімім Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге трапеция бұлшетін шығаруға арналған әртүрлі жаттығуларды далада көрсететін боламын. Яғни трапеция бұлшеті арқаның үстіңгі бұлшетін шығаруға арналған жаттығуларды сіздерге көрсететін боламын. Трапеция бұлшетін шығарсаңыздар, сіздің денеңіз ірі болып көрініп тұрады. Яғни иығыңыздың үсті ірі болып тұрады. Бүгінгі видеода мен сіздерге трапеция бұлшетін темірсіз, гантельсіз, штангысыз далада турник брусияда шығаруға арналған топ 4 жаттығуды көрсететін боламын. Осы топ 4 жаттығуды сіздер қайталап, 2 апта, 1 аптаның ішінде трапеция бұлшетіңізді кішкене болса да өсіретін боласыздар. Сол үшін бүгінгі видеода менімен бірге қайталап, қанша подход жасау керек, қанша рет жасау керек, видеоның үстінде жазылып тұрады. Тек қана соны көріп, жаттығуларды қайталайсыздар. Егер де маған қоятын сұрақтарыңыз болса, бой өсіру туралы сұрақтарыңыз болса, мен мына жақта Instagram парақшам мен ВК парақшам тұр, кіріп маған жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздердің қойған сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беріп өтетін боламын. Және мен еңбегім бағалап, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, осы арнаның дамуына үлкен үлестеріңізді қосып кетсеңіздер болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге трапеция бұлшетіне арналған топ 4 жаттығуды көрсететін боламын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздің бірінші жаттығуымыз брусияда орындалады. Бұл жаттығудың трапеция бұлшетіңіздің үстіңгі бөлігін дамытады. Брусияда тұрамыз және астыға түсіп көтерілеміз. Трапеция бұлшетін толықтай дамытады. Бұл жаттығуда 5 подходтан 15-20-ден жасайтын боламыз. Видеодағыдай қайталаңыздар. Толықтай түсеміз, толықтай көтерілеміз. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And goddamn, I don't wanna write no list. I don't wanna fuck my wrist. Goddamn, took it all away. Took it all away. It goes away, then it comes back again. Damn, I guess you lost another friend. Talking about it like it's a goddamn choice. Keep on fucking talking, I'ma shut your voice. Cause I write designer don't. Бұл жаттығу жасағанда трапеция бұлшетіңізді сезініп жасауыңыз қажет. Ең жақсы жаттығу деуге де болады. Достар, біздің екінші жаттығуымыз турникте жасайтын боламыз. Бұл жаттығу трапеция бұлшетіңізді шығаратын болады. Турникті ұстаймыз, аяғымызды түзу ұстаймыз, жерге тигізбейміз және көтерілеміз. Бұлай көтерілмейміз. Иықтың көлемімен, иық және трапецияның күшімен. Осы жаттығуды 6 подход 15-тен жасайтын боламыз. Трапеция бұлшетіңізді шығаратын болады. Жаттығуды бастаймыз. Видеодағыдай қайталаңыздар. Hello, you don't gotta lie. And I know it's hard sometimes. How can they think that we don't try? Even though we tell them. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I tiptoe back to the darkness. I don't want this. What the fuck is it you not get? I don't really wanna. Бұл жаттығу фитнес залда 2 гантель ұстап, трапеция жасағанмен тең. Яғни қолыңызды ұстайсыздар және көтересіздер. Фитнес алсақ, турник брусиямен ақ трапеция бұлшетін жақсы шығаруға болады. Біздің үшінші жаттығуымыз турникте жасайтын боламыз. Турниктің үстіне мінеміз және қолымызды ұстаймыз
и түсіп көтерілеміз. Трапеция бұлшықетіңізге қатты әсерін тигізеді. Talk it out, yeah. How'd you really wanna walk it out? I'm a mind my own business, Бұл жаттығуда 7 подход 12-15 жасайтын боламыз. feelings slowly killing, they be drilling into my head. You don't wanna come in and see it, you don't. I used to say that I was blessed, but now I feel like I'm too stressed to live my life. I think it's over. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I'm sad, and she's sad too. If I die. Тура мен жасағандай, видеодағыдай турник ұстаймыз, иық көлемінде ұстаймыз, бүйтіп ұстамаймыз, бүйтіп ұстаймыз. Иық көлемінде асықпай түсеміз, асықпай көтерілеміз. Трапеция бұлшықетіңізді өсіретін болады. Біздің топ 4-ші жаттығуымыз мынандай орындықта немесе скамейкада орындалады. Қолымызды скамейкаға қоямыз. Брусияда орындаған жаттығу сияқты, бірақ басқаша орындалады. Аяғымызды созамыз. Және толықтай түсеміз, толықтай көтерілеміз. Видеодағыдай қайталаңыздар. I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone. Трапеция бұлшықетіңіздің астыңғы жағын дамытады. Бұл жаттығуда 3 подход 15-20-дан жасайтын боламыз. Менімен бірге қайталаңыздар. Осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Бүгінгі видеода мен сіздерге трапеция бұлшықетіне арналған өзімнің топ 4 жаттығымды көрсеттім. Бұл жаттығуларды орындағанда сіздерге ешқандай гантель, ешқандай штанга қажет емес. Тек қана дворда турник пен брусия болса болды. Және мынандай скамейкалар болса болды. Трапеция бұлшықеттеріңізді 1 апта немесе 2 аптаның ішінде нормальный өсіре алатын боласыздар. Енді слишком дәу болып өсірмейсіздер, бірақ нормальный өсіресіздер. Егер тоқтамай қайталай берсеңіздер, 1-2 айдың ішінде жақсы результатқа жететін боласыздар. Тек қана менің осы жаттығуларымды қайталап, күн сайын қайталаңыздар. Видеода бәрі жазылып тұрады, қанша подход жасау керек, қанша рет жасау керек, бәрі видеода жазып қоямын. Соны көріп, осы жаттығуларды қайталап отырыңыздар. Мысалы, бұл жаттығуларды сіздер бүгін қайталасаңыздар, ертең демалыңыздар. Өйткені денеңіз өсуі қажет. Сол үшін ертең демалуыңыз қажет. Менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Осы жаттығуларды мен сіздерге көрсеттім. Енді сіздер де маған пайдаланыңыз deyip, мені қолдап, осы видеоға лайк басып, және өздеріңіздің пікірлеріңізді астыға қалдырып, каналға тіркеліп, қасында қоңырауша бар, колокольчик, соны бассаңыз, менің әрбір шыққан видеомды жібермей көріп отыратын боласыздар. Сіздермен болған мен Нұрфат. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.